бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ тұрғындарының пікірін ескеру, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2023 жылғы 1 тамыздағы нөмірі 211 бұйрығына сәйкес, жергілікті атқарушы орган Астана қаласы мәслихатының қарауына кейбір құрамдас бөліктеріне атау беруге қатысты құжаттарды енгізеді. Бүгін мәслихаттың қарауына Астана қаласы ономастика комиссиясының отырысына қаралып, қолдау тапқан ұсыныстар енгізіліп отыр. Сондай-ақ бүгінгі көпшілік тыңдауларды өткізу туралы хабарландыру қалалық басылым беттерінде жарияланды. Тұрақты комиссияларының көпшілік тыңдауларының жұмысына елорда тұрғындары, қоғамдық бірлестіктердің өкілдері және қалалық департаменттер мен басқармалардың басшылары қатысып отыр. Зал синхронды аудармамен жабдықталған. Фейсбукте тікелей трансляция жүргізілуде. Ұялы телефондарыңызды сөндіруді сұраймын. Құрметті депутаттар мен қатысушылар, жұмыс регламентін келісіп алуымыз қажет. Келесі регламент ұсынылады. Баяндаушыға 10 минутқа дейін, сөз сөйлейтіндерге 5 минутқа дейін және анықтама үшін 3 минутқа дейін уақыт беру. Көпшілік тыңдаулар жұмысының регламенті бойынша қарсысы болмасаңыздар қабылданды. Күн тәртібін қарастыруға көшейік. Сөз Астана қаласы тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының басшысы Сәкен Зиябекұлы Есіркепке беріледі. Қайырлы күн, құрметті Табиғат Қабденұлы, қадірлі депутаттар, және бүгінгі отырысқа шақырылғандар. Бүгін сіздердің алдарыңызға елорданың 3 көшесіне шетелдің 2 тұлғасының және 1 қаласының атын беру туралы мәселемен келіп отырмыз. Бұлардың барлығы өзара паритеттік принциптерді басшылыққа алып, және Қазақстанның сыртқы саяси дипломатиялық қарым-қатынастарын жақсартуға бағытталған іс-шаралар деп білгейсіздер. Олай болса, осы ұсыныстарға жеке-жеке қысқаша тоқтала кетейін. Бізде бірінші ұсыныс, слайд бар ма? Слайд қосып отыр ма? Сіздер көрінеді ме? Осы, иә? Бірінші ұсыныс Нұра ауданында орналасқан, жобалық атауы Е 754 көшеге біз София атауын беруді ұсынып отырмыз. Айта кету керек, бұған дейінде Болгарияның астанасында Астана деген атпен арнайы көшеге рәсімделген. Ол көше орталық ауданда орналасқан көшенің бірі. Бұл көшенің бойында Хилтон қонақ үйі бар, сонымен қатар ұлттық татуласу музейі, жер және адам ұлттық музейі, София арсеналы музейі және сонымен қатар саябағы орналасқан. Тағы бір ұсыныс, бұдан кейінгі екінші ұсынысымыз, бұл Пәкістанға қатысты ұсыныс. Нұра ауданындағы жобалық атауы Е15 деген көшеге біз Пәкістанның саяси қайраткері Мұхаммед Али Джинаның есімін беруді ұсынып отырмыз. Ол Үндістандағы мұсылман заңгері, саяси қайраткер ретінде үлкен жұмыстармен айналысып, 1947 жылы Пәкістан мемлекеті құрылған кезде сол мемлекеттің негізін қалаған тұлғалардың бірі, яғни заманауи Пәкістан мемлекетінің басында тұрған тұлғалардың бірі. 23 қазан күні біздің әкімдікке Жеңіс Махмудұлы Қасымбек біздің әкімге Пәкістанның Қазақстандағы елшісі Бахатти Наумар Башир мырза келген болатын. Сол жерде кездесуде бізде болдық. Сол кезде осы біздің қаламыздағы көшелердің біріне, яғни жаңа айтып өткенде Е15 көшеге Мұхаммед Али Джинаның есім беру мәселесін біз пысықтадық. Сонымен қатар олар дәл сондай көшені Пәкістанның Исламабад қаласында да қарастырып жатыр. Ол жерге Хакім Абайдың есімін бермекші. Келер жылы Қазақстан президентінің Пәкістанға ресми сапары болады деп күтілуде. Сол сапардың аясында осы Абай көшесін ашу жоспарланып отыр. Келесі үшінші ұсыныс, бұл Италия мемлекетіне қатысты. Тұран даңғылынан басталып, Қабанбай Батыр даңғылына дейінгі аралықты қамтып жатқан Астана Арена спорт кешені мен Алау мұз айдыны сарайының арасында орналасқан атаусыз көшеге
Марко Полоның есімін беру туралы біз ұсыныспен келіп отырмыз. Бұл жақында Қазақстанға Италия президентінің ресми сапары кезінде көтерілген болатын. Естеріңізде болса, мемлекет басшысы сол кезде Марко Полоның атын Астананың орталық көшелерінің біріне беру туралы нақты тапсырма берген еді. Марко Поло өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл 13-14 ғасырда өмір сүрген әйгілі венециялық жиһанкез. Сол Еуропадан бастап бүкіл мынау таяу шығысты, сосын орталық Азияны, Қырым түбегін барлығын аралап отырып, біздің орталық Азиямен жүріп, Қашқарға, Қытайға, Үндістанға дейінгі аралықта жүріп өткен. Сол жерде өзінің көрген, білгенін, осы жердің тарихына қатысты көптеген деректерді айтып кеткен. Біздің әйгілі жазушы Ілияс Есенберлин, ғұлама ғалым Әлкей Марғұлан өзінің еңбектерінде осы Марко Полоның деректеріне сүйеніп жазған. Марко Полоның бір деректерінде біздің бабалар қыпшақтар, түркілер, жошы ұлысы жайлы көптеген деректер айтып кеткен екен. Bir дерегін қысқаша оқып өтейін сіздерге. Ол айтады, мен сізге айтайын дейді, олар дейді, біздің бабаларымыз жайлы айтып отыр. Бие сүтін ішіп, ақ шарап тәрізді ішеді дейді. Өте дәмді дейді. Қарулары садақ, семсер және шоқпар дейді. Садақ тартудың нағыз шебері болғандықтан оны жиі қолданады. Өзгелерге қарағанда кезбе келеді дейді. Яғни көшпенді деп тұр ғой. Қажет болса айлық жолға ешбір азықсыз шыға береді. Өзі бие сүтімен, аң етімен қоректесе, аты жолдағы шөппен отырады. Қажет болса қару-жарағымен түнді ат үстінде өткізуге бар дейді. Қиындық пен мұқтаждыққа келгенде өте төзімді халық дейді. Айта кету керек, бұл Марко Полоны неге айтып отырмын? Біздің тарихнамаға қатысты көптеген мәліметтерді келтірген. Жақында Италия астанасы Римде Вилла Грациоли саябағында қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы Абай Құнанбайұлының бюсті ашылды. Осыдан бір айда болған жоқ, қателеспесем. Аталған шараға Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, біздің Италиядағы елшіміз Ерболат Сембаев, сосын Италиядағы бірнеше кәсіпкерлер, зиялы қауым, қазақстандық ресми делегация қатысып, салтанатты түрде ашқан болатын. Құрметті депутаттар, осы біздің көтеріп отырғанымыз 3 ұсыныс. Бұл үшеуі де айта кету керек, Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігімен және басқа да мүдделі мемлекеттік органдармен жан-жақты пысықталды, екшелді. Жаңа айтып өткендей паритеттік басымдықтарды, принциптерді біз басшылыққа алдық. Яғни бізде қандай да бір көшеге ат беріп жатсақ, дәл сондай деңгейдегі көшені ол жақта береді, немесе ескерткішті ол жақта орнатады деген сияқты мәселе. Сондықтан осы баяндалғандарды ескере отырып, сіздерден София атауын және Марко Поло мен Мұхаммед-Әли Джинаның есімдерін елорда көшелеріне беру туралы ұсынысты қолдауларыңызды сұраймыз. Баяндама осы, қысқаша. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақ болса жауап беруге дайынбыз. Рахмет, Сәкен Зиябекұлы. Көпшілік тыңдаудың жария талқылауына көшейік. Пікір білдірушілер болса. Кендібасарұлы бастайды. Қайырлы күн, құрметтер, депутат Адамбек. Енді біз осы бір айдай жоқ болып қалды. Қанат Ғалымжанұлы екеуміз осы жаңадан қалалық ономастикалық комиссияға мүше болып кірдік. Сол біздің өткенде бірінші қараған мәселеміз осы 3 көше болды. Әрине жаңа Сәкен Зиябек айтып отыр, бұл паритеттік мәселе деп отыр. Екіншіден, екеуін республикамыздың президенті кіргізіп отыр, біреуін мемлекеттік кеңесші кіргізіп отыр. Негізі әрқайсыда мынау София, енді Астананың аты, Марко Поло енді бұл кезінде жазғана бұл екі елдің арасындағы қарым-қатынас емес, бұл өзі біздің де тарихымызды керемет зерттеген. Өздеріңіз білесіздер, бұл Шыңғыс ханның ұрпағы Хан Құбылайдың қолында 17 жыл тұрған. 17 жыл тұрған кезде біздің осы Сарыарқанда 2 рет өткен. Содан кейін сол жақтан бірде-бір тірі қайтқан географтың бірі осы Марко Поло. Мен кезінде, балалық кезінде мектепте шығарма жазған кезде, осы ең кімді Шоқан Уәлиханов туралы шығарған кезде, соған барып келіп тірі қалған осы деген кезде менің ұстазым жазып еді, Марко Поло ше деп, қызыл немен, қаламмен. Сондықтан бұл кісі де енді Қазақстанның өзінің тарихына елінсіңізген. Енді Мұхаммед-Әли Джинаны жаңа өздеріңіз естіп жатсыздар. Кезінде біздің Пакистан мемлекеті, мұсылман мемлекеті болып, кезінде Индиядан бөлініп шығып, күлді Индияда кезінде мұсылмандар қуған кезде, бұлар осы Пакистан қашып барып, сол жерден бір әуелі бір губернаторство, одан кейін мемлекет болған жер ғой. Сондықтан олар да бізге біздің биыл 100 жылғы тойланып жатқан Абай Құнанбайдың атында көше беріп жатыр. Оның салтанатты рәсімі көзделіп отыр. Сондықтан құрметті депутаттар, ономастика комиссиясының бәрін қолдады. Комиссияның мүшелері осы біздің қаланың белгілі азаматтары, жазушылар,
Сондықтан біз де мұны мұқият қарап қолдадық, сондықтан сіздерді қолдауға шақырамын. Рахмет. Бауыржан Амангелдіұлы, жалғастырыңыз. Рахмет, құрметті Табиғат Қабденұлы, қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті Сәкен Зайбекұлы. Жалпы ұсынып отырған ұсыныстарды бәрінен қолдаймын. Себебі жаңаға өзіңіз айтып кеткенде бұл паритеттік түрде жасалып жатқан жағдай. Қазақта сөз бар, сыйға сый, балға бал деп. Егерде біздің тұлғалардың атын сол мемлекеттер өздерінің астаналарын, көшелеріне беріп жатса, ескерткіш қойып жатса, біз неге оны қолдамау керекпіз? Қолдаймыз міндетті түрде. Сондықтан да жаңағы ұсыныстардың бәрі орынды. Мен айта кететін тағы да бір жағдайым бар. Құрметті Сәкен Зайбекұлы, осыдан 2-3 ай бұрын біз мынау ЛРТ-ның аялдамаларының аттарын қойдық бәріміз. Сол жерде меніңше біз асығыс жасадық деп ойлаймын. Мына театр деген аялдаманы өзіңіз жақсы білесіз, мынау Қуанышбаев атындағы қазақ театрының қасындағы аялдаманы театр деп қойдық. Неге біз ол аялдаманы қазақ театр деп қоймаймыз? Сонда не біздің астанамызда сондай бір аялдамаға қазақ театр деген аялдама болса, қандай қателік болады? Театрдың қасына қазақ деген сөз сыймады ма сонда? Қараңызшы. Сәкен Зайбекұлы. Бұл біздің бәріміздің неміз қателігіміз. Осы мәселені ескерте отырып, мен осы ұсыныс айтып отырмын осы отырыста. Жаңағы өзгерістер кіргізейік, аномастикалық комиссия қарасын, жаңағы маслихатқа шығарыңыздар. Жалпы осы жаңағы ұсынысымды мен жаңағы нақты сұраймын, осы мәселені қолға алыңыз. Қазақ театры деген өте дұрыс болады. Қандай керемет жақсы театр салдық. Енді о жерге әкелемізде тек театр. Бәленбей театр бар бізде. Ал қазақ театры біреу. Дұрыс емес пе? Рахмет назарыңызға. Осы мәселені қолға алыңыздар. Рахмет. Жақсы қабылданды, Бауыржан Амангелдіұлы. Біз бұл ЛРТ-ның мәселесімен өте көп талқылаулар жасадық негізі. Бүкіл зиялы қауыммен. Жасаңыздар да менің ұсынысымды қабылдаңыздар. Айтып тұрмын ғой, Білемін, сіздердің жаңағы аномастикалық комиссияда қаншама зиялы адамдар бар. Енді біздің әріптестеріміз бар, құрметті әріптестеріміз бар. Бірақ кім болса да, кімнің алдында болса да, мен осы өзімнің ұсынысымды жаңа қайталауға дайынмын. Кімнің алдына апарсаңыздар да. Жақсы, ресми жауап. Қазақ театры деген аялдама болу керек міндетті түрде. Тағы пікір білдірушілер бар ма? Ғабит Қалиұлы, жалғастырыңыз. Сәкен Зайбекұлы, баяндамаңызға рахмет. Өте тамаша аттар. Енді халықаралық жаңағы келісімдерге шарттарды орындау жағынан дұрыс деп ойлаймын. Сосын өзімізде шетелге барған кезде, мысалы, өткенде Германияға Абайдың жаңағы бюстінің қасына барып, мүсіннің қасына барып гүл қойдық. Сол жақсы шаралар деп ойлаймын. Мынаның бәрін қолдаймын. Негізі жаңағы өзіміздің де әріптестер, өздеріңіздің комиссияңызда бар. Ол да қаралған деп ойлаймын. Поэтому осындай жиналыстарға шыққан кезде енді өзіміздің әріптестеріміз қарап отыр, бәрі қарап отыр. Сосын Бауыржан Амангелдіұлы, жаңағы сіздің неңізге де қостам, бірақ мен ойлап отырмын, сіздерді комиссияңызда енді Қазақстан Астана театр көп қой. Астана театрының бәрі қазақтың театры, былай қарап отырсам. Сол үшін сөйтіп бөлмеген шығар деп отырмын, мен ол жақтарын менің түсінігім бойынша. Былай қарап отырсақ, Қазақстанның театры бәрі біздің театрлар. Сол, рахмет. Тағы ұсыныс білдірушілер. Ендеше құрметті қоғамдық тыңдаудың қатысушылары, отырысқа шығарылған мәселе қаралды. Бүгінгі көпшілік тыңдаулар бойынша хаттама қабылданады және әкімдіктің интернет ресурсында бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын болады. Отырысты өткізу бойынша ескертулеріңіз болмаса, қатысқандарыңыз үшін рахмет.